Мен Қажыбаева алтыншы Б сынып оқушысы. Мен сіздерге осындай эко-сөмке ұсынғым келеді. Себебі біз қазір дүкенге барғанда бізге полиэтиленді пакет береді. Сол полиэтиленді пакеттің орнына осындай эко-сөмке ұсынамын. Себебі полиэтиленді пакет табиғатқа зиян келтіреді, экологияға зиян келтіреді. Оны біз бір-ақ рет қана пайдаланамыз. Ал бір-ақ рет пайдаланған соң оны тастап қоқысқа, ол өзендерде, жерде жатады. Ал осы сөмкені бірнеше жылдап қолдануға болады. Бұл бөтелкелерден тасталған бөтелкелерге екінші өмір беріп, осындай гүл жасадым. Бұл гүлді үйге қоюға болады. Менің үшінші жасаған дүнием ұлттық құндылықтар ұстанып отырып, осындай киіз үй жасадым. Әжемнен қалған құрақ көрпелерден осындай дүние ойлап таптым. Яғни бұл бізде қазақи ұлттық киіз үй.